Атышулы ЛРТ ісіне қатысты кінәлілерге сот қандай үкім шығарды? Прокурор сұраған жаза әділетті ме? Бақ ашылмай қалған ЛРТ-ның тағдыры не болмақ? Алда көресіздер. Армысыздар, сіздермен бірге Қария Әубәкіров. Астана ЛРТ ісіне қатысты күдіктілер 7 жылдан 11 жылға дейінгі түрмеге қамалуы мүмкін. Мұндай жазаны мемлекеттік айыптаушы 7 адамға сұрап отыр. Олар елордадағы жеңіл ересті көлік жобасына деп белгіленген қаржының 5 миллиард 800 миллион теңгесін жымқырды деген күдікке ілінген. Олардың қатарында жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары басқармасының бұрынғы бастығы Рашид Аманжолов, бұрынғы депутат әрі мәслихат хатшысы Жанат Нұрпейісов, Астана Innovation акционерлік қоғамының бұрынғы басшысы Талғат Әшім, сонымен қатар әртүрлі кәсіпорындардың қызметкерлері, мысалға Ұлықбек Ачилов, Тимур Қасабаев, Дулат Мүсенов пен Дәурен Абдыхамитов. Нақтырақ айтсақ, прокурор Диас Яңғалышев айыпталушы Рашид Аманжоловты 11 жылға бас бостандығынан айыруды ұсынып, Жанат Нұрпейісовті мүлкін тәркілеп, мемлекеттік қызметте жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, ұлттық банк пен оның ведомстволарында, квази мемлекеттік ұйымдарда 5 жыл мерзімге дейін лауазымдарды атқаруға тыйым салып, 9 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Сонымен қатар, Нұр Сұлтан қаласы мәслихатының бұрынғы депутаты құрмет орденінен айыру ұсынылды. Құзырлы орган өкілі Астана Innovation басқармасының бұрынғы төрағасы Талғат Әшімге 11 жыл сұрады. Прокурор Диас Яңғалышевтің мәлімдеуінше, қылмыстық кодекстің 52 бабы 2 бөлігінің талаптарына сәйкес, қылмыс жасаған адамға оны түзеу, жаңа қылмыстардың алдын алу үшін қажетті және жергілікті жаза тағайындалуға тиіс. Сондай-ақ, прокурор Астана ЛРТ жшсының 5 миллиард теңге көлеміндегі мүліктік зиянды өтеуге қатысты азаматтық талаптарды үлестік тәртіппен қанағаттандырды. Сондай-ақ, сотталушылардан 4 миллион теңге көлеміндегі процестік шығындарды өндіріп алуды сұрады. Ал осы ЛРТ оқиғасын тағы бір рет еске түсірсек. Елордалық әкімдікте жеңіл ересті жүрдек көліктер мәселесі алғаш көтерілгенде, сол көлікті бүгін ерте мініп кететіндей қатты қуанғанымыз есімізде. Жоба туралы жоғарыда алғаш рет 2005-2006 жылдардан айтыла басталды. Елбасының тапсырмасымен сол кездегі елорда әкімі болған Өмірзақ Шөкеев жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін ұсынды. Бірақ сол жылы ол басқа өңірге әкім болып ауысып кетті де, басы бар жоба аяқсыз қалды. Ал 2008 жылы бас шаһарға әкім болған Асқар Мамин ЛРТ-ден бас тартып, оның орнына БРТ жобасы әлдеқайда дұрыс деп тапты. Бірақ Маминнің қала әкімі лауазымынан кетіп, бұл жүйрік автобустарда қиялымызда қалды. Сонымен 2008 жылы елорда әкімі болған Иманғали Тасмағамбетов ЛРТ идеясын қайта жаңғыртты. Жобаға жауапты Астана ЛРТ жауабы шектеулі серіктестік мекемесі құрылды. Франция үкіметі жобаны мақұлдап 570 мың евро көлемінде грант бөлді. Осылайша жобаның қазығы қағылып, 2011 жылы қала күні қарсаңында құрылыс басталатын жерге капсула салынды. Сол кезде жобаның құны 2,3 миллиард ақш долларына бағалағаны айтылып жүрді. Сөйтсек, бұл қаржының бер жағы ғана екен. Кейін жоба тым қымбатқа шығын кетіп, оның баламалы түрін іздестіру мәселесі көтерілді. Сол кезде БРТ жобасы қайта қаралды. Бірақ 2014 жылы әкім болған Әділбек Жақсыбеков жеңіл ересті трамвай құрылысын аяқтауды жөн деп тауып, жобаны мақұлдап алды. Бірақ уәде етілген жоба салынып болмады. Қада қаққандарды да көрмедік, кейін жеңіл ересті көлік құрылысын үкімет бақылауына алды. Осылайша, 2019 жылы халыққа есеп беру кезінде елорданың сол кездегі әкімі Бақыт Сұлтанов жеңіл ересті көлік ЛРТ 2020 жылдың аяқталады деп айтып қалды. Бірақ сол жылдың сәуір айында жоба құрылысы мүлде тоқтап қалғаны елге жария болды. Жол ауыр жоба неге алға баспай қойғанын, құрылысы неге аяқ астынан тоқтап қалғанын жұрт кейін білді. Сөйтсек, Астана ЛРТ жемқор шенеуніктерге нағыз майлы жірік болыпты. 2019 жылдың жазында президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында ЛРТ құрылысын сынға алып, халық үшін ыңғайлы әрі үнемді көлік жүйесін салудың орнына аса қымбат жоба ұсынылғанын айтты. Наглядно о проблемах качества планирования свидетельствует проект легкорельсового транспорта в городе Нур-Султан. Вместо создания удобного, понятного, практичного для населения вида транспорта предложен дорогостоящий вид транспорта – ЛРТ.
мнение специалистов архитектурного сообщества, как я понимаю, не было учтено. По данным Акимата, прогнозируемый поток составит 146 тысяч человек в сутки. Прогнозируемый поток. В настоящее время по схожему маршруту от аэропорта до нового вокзала пассажиропоток составляет всего 2000 человек. И как вы собираетесь увеличить пассажиропоток в 70 раз? Аудиторлар үкіметке Астана ЛРТ құрылысын әрі қарай жалғастыруға тиімсіз деп бірден кесіп айтты. Олардың дерегінше ұзақ жылдан бері шу болған жобаға 2015-2019 жылдар аралығында бюджеттен 150 миллиард теңге шығындалған. Оның 40,7 миллиард жерді алуға, 124 миллиард құрылыс келісімшартын жасауға, 31,4 миллиард несиені жабуға жұмсалған. Соның өзінде жұмысын бар жоғы 17% орындалған. Астана ЛРТ 2016 жылдың қыркүйек айында құрылыс келісімшарттан бөлек сырттан негізсіз қарыз алуға өтініш берген. Сол жылдың желтоқсан айында қаржы Астана банкінің шотына түскен. Осылайша Қытай даму банкінен алған 415,5 миллион доллардың тек 86 миллион ғана құрылысқа жұмсалған. 257,6 миллион Астана банкінің салымына салынып, оны алу мүмкіндігі төмендеген делінген есеп комитетінің есебінде. Ал өткен жылдың қазан айында басталған Астана ЛРТ ісі бойынша 7 сотталушыға жеңіл ересі трассаны салу кезінде 5,7 миллиард теңгені ұрлады деген айып тағылған. Қазір 155 томдық істі қарау аяқталуға жақын қалды. Барлық куәлілер сұралып, сараптама қорытындылары жасалды. Енді кінәлілер қандай жазаға тартылатын алда көре жатармыз. Арнамыздан алыстамай лайк басып, пікір білдіріп жазылыңыздар.